көрсетейін бе, ол көйлек киген қылы. Sayfam, takılmaz mı? Ne? Sayfam. Takılmaz mı? Abi bu değil. Senin yerini bir su bile. Ассаламу алейкум достар, Зыхы Бақчан арнасына қош келдіңіздер. Достар, менде қазір Сакен деген персонажбен конфликт боқалды. Ол конфликтті мен не хотел, шындығымды айтайын, мен ол конфликтті не хотел вообще. Просто ол адам енді хайпты жақсы көреді, хайп, аумау, бірденке қуалап жүрім дейді, артын ойламайтын адам. Сол үшін чо, как, типа, басынан айтайын, ол әні октагонға шықты да, мен арттан испатишқа кеп, қылқындырып анаяқта жібермей қойды да. Жіберсе бір жөн жарайды бейт, түрткенде жібермей қойды, мен тала жаздадым. Сондай крысиный поступок жасады. И содан кейін жарайды, одан кейін мен оған түктес деген жоқпын, жарайды, қонақ деп оны құрметтедім, түктес демедім. Одан кейін оның істеп атқан нәрсесі тұрады да инста мен тиктокқа мен бір фотомды қыздың көйлек киіп тұрған нәрсесіне қояды да баха деп жазып анаяқта жыртып бірдеңе істеп жатырмын, қазір көресіңдер. Баха, малолетка. Братишка екенсің, сен жасыңды да біліп алдың. Сен мынаусың, короче. Бойда мен сені айрам, уже модадан қалып кетіп мен сені жыртам. Осылай жыртам. Міне, тарап тұр, дайындал, так что майқабақ. Бужайдың братишкасы. Міне, сенің орның мына жер. Мусор сенің орның. Так что ақтоғыңға шығам деп армандама. Көтінді қысып жүр, братишка, малолетка. Демалсың. Осы видеоны салды, содан кейін ол ат кетті. Рекомендация өтіп кетті. Мен анаяқта отметсетті, барлығы білді, мен туыстарым барлығы маған жазып атты. Намысың қайда деп. Мен оны үндемей қойын дедім. Маған өткен ондай хайп керек емес. Намысың қайда деп маған жазып атты анаяқта, үлкендерім ше. Содан кейін енді мен намысым ойнап кетті. Шыдамай қойдым. Бардым да өзімдікін енді жасадым. Өзімдікін енді алдым. На камеру ол істеді, на камеру мен істедім. Мен осылай істедім. Баратырмыз, короче. Ассаламалейкум. Көрсетейін бе, ол көйлек киген қылы ол. Қазір баратырмыз сояққа. Примерно жеріне. Бағана алған жоқ тұрып, мен қазір тағы да сонда көрейін. Через 200 метров поверните направо. Тасысыл деді. Абонент временно Сол недоступен. тастап отыр ма или недоступен? Поверните направо. Мен оны жазғам көп рет. Угрызылар. Абонент временно недоступен. Гасится она. Реально гасится. Стерін істеп. Я мен жаспын оған қарағанда. Қанша жасқа үлкен, арамыз өте үлкен. Кішкентай малолетка бірдеңке де қоп. Өзі қазір гасить етіп отырғаны, қашып отқаны. Ничего Сакен, мен сен білем қазір қайдасың сен. Білем қазір қаншада шығасың сен. Барамыз, күтіп аламыз. Барамын, то есть күтіп алам. Оператор жай камера ұстап тұрады. Яма? Мен, короче, Сакен таптым. Ол маған ответ бермеді, жазсам ответ бермейді, оқымайды, блокқа тығып тастаған, походу. Звондасам алмайды, короче. И мен оны пробивать еттім өз адамдарымнан, пробивать еттім. Мен қайда тұратынын білем, қайыққа баратынын білем, сағат қаншада қайықта болатынын барлығын білем. Оны сұрамай қойыңдар, ол просто медийный адамдар қалай, оларда всегда съемка, анау мынау, ол еще бір промоушнда істейді, жұмыс істейді, типа тренировка істейтін жер білем, да? И сол кезде как раз он тренировкасына баратқан жерден став алам ғой, короче. Қарасам, анау кетіп баратыр екен. Мен өткен тура вовремя, кішкене ертерек барғам мен. Ертерек бардым и күттім анаяқта, кішкене күттім. Анау кешіп келді ма білмеймін. Сон қарасам кетіп баратыр. Күттім кішкене кет қалсын, адам жоқ жаққа деп. Сон бардым да қарақасам, тоңқайып тұр екен бар ғой, короче. Жүгіріп барам да, короче, ана бір тебем ғой, короче. Бір тепке ана шош кетеді ғой, короче. Ондайымыз бар. Бар енді ондайымыз. Крысиный движение емес, көттен тебуіміз бар енді. Сол ерегес басталады. Дальше өздерің көріңдер енді, ана қызықты өздерің көріңдер. Кеттік ал, осы жақтарда жүреді ол тренировка сосында. Жүріш кеттік.
Ана жүр ғой нақ. Машинасына бара тұр ма кеттік на. Айтып тұрмын ғой нақта күнде жүрді на. Адам бар нақта мен. Сұр. Не болды теуіп қалды? Қалай жағдай? Не болды теуіп? Қалай жағдай? Ассалаумалейкум. Жұмысың ба, далбайыпсың ба? Сіз далбайыпсың ба? Не теуіп отырсың, емай? Не теуіп отырсың, сен ана тірлігінде жүрсің. Это хайп называется, хайп. Накрутка біздің бойда. В смысле хайп? Кәдімгідей хайп. Оны менімен сен сөйлессек, хотя бы накрутка, раскрутка бірден кейде. Оны ешқашан сөйлеспейді, оны өзім идеям ба, өзім білем. Не звондап отырсың мен? Неғып алмайсың? Алмаймын мен, не істеймін сен алмайсың? Не үшін алғым көріп тұрмын? Видеолар түсіріп алдың, істейтін нәрсені істеп алдың. Алмайсың ба несі? Алмаймын, өзім білем. Ответ бермейсің ба сөзіне? Кеп тұрсың ғой, арттан теуіп еще, білер. Аяқ кеп жүріп тұрсам, лай басып кетіп. И чё не істейсің ба? Не істейсің ба? Көрсетейін ба осы жерде, а? Көрсет. А? Не істейсің ба? Не істейсің, көрсетейін ба саған? Не? Ал шыны. Не істейсің, көрсетейін ба саған? Көрсет. А? Не істейсің? Не істейсің ала? Не істейсің? Неге сәйкес алмайын? Сәкеша. Тұрым түсірсейіп тұрым. Сәкеша. Үй. Ерегесіп тұрамыз ғой, короче. Анау маған крем дейді. Аяққа крем дейді, құлатам дейді, короче. Или көтерем дей ма, білмеймін не істейін деген. В общем, анау кірді, короче. Мен күлкімге кетті. Настолько күші жоқ, настолько слабый. Күліп жібердім мен, даже камерада көрініп тұрғанша тұрдым әйтеуір. Мә істеші деген сияқты. Құлатшы деп тұрмын, күліп тұрмын уже. Өйткені слабый да, өте слабый такой. Не істеймін енді? Хотя бүйтіп көтерсе, жылышса бір жөнді. Даже бір орнынан қозғалған жоқпын да мен. Ёп, твою мать, енді ондай бар енді ода. Ода бар енді. Не істейсің ала? Пиздес салмаған. Осы ма істейтін? Осы ма істейтін? Бойда көресің ғой, бойда. Тірелме маған, Бізде ММА емес қой, ММА емес қой. Тірелме маған. Біз ММА емес қой бізде. Кулачка ғой бізде. Сен қазір салмақпен ғана алып тұрсың сен. Кулачка ма? Салмақпен ғана алып тұрсың қазір сен. Фу, блядь, аузын тісін жузай хотя бы. Шаруам болмасын мен істеймін. Жұмсай, Торт үшін келіп тұрған жоқпын сен. Қалайсың ей? Бала. Малолеткасы сен, В смысле малолетка? Маған достар ол малолетка, тағы да қандай сөздер айтты. Өздеріне не істедіңдер енді? Малолетка, бірдеңке деп. Жаман айтса, жасым айтты. Айтайын, адамды жаспен бағалама дейді. Адамды миымен бағала, понятиясымен бағала. Потому что 40 жаста, 50 жастағы адам әлі детский понятие болуы мүмкін. 18-19 жастағы бала үлкен понятие болуы мүмкін. Понимаешь? Армияда служить етсе, там өмірлік нәрселер. Это все от этого зависит. Он жасқа қараудың сен кішкене дұрыс істемедің. Сен өзің, например, үлкенсің да, ладно, 30-ға таяқ қалдың сен. Бірақ істеп жүрген нәрселерін, істеген нәрсен еркектікке сай ма? Ол сай емес деп ойлаймын. Сендер қалай ойлайсыңдар? Аудиториям. Сендер қалай ойлайсыңдар? Істеген нәрсесі еркектікке сай ма? Комментарияға жазыңдар, мен оқимын барлығын. Жаспен адамды бағалау керек па? Жасты уважать ету керек, базары нет. Жасты уважать ету керек. Бірақ жаспен адамға қарап там, жасы кішкентай болса, ой, он не серьезный деп, это правильно или неправильно, соған ответ беріңдерші сендер. Болады адамдардың көзінше өтірік мынандай нәрсе жасап. Кәдімгі дайындалып келіпсің ғой камерамен өзің. Спрос жеке алсайшы, жеке кеп. Арттан теппей кіре салат етпей. Жеке алайын ба? Жеке ал, жеке, без камера ал. Без камера. Точно ба? Точно. Уверенсің ба? Уверен, 100%. Діррет қалдың ба, бауыр? Ешқандай діррет. Қорқпа, бля, сен жасқа негіз сыйлаймын мен сен ше. Мынау не жарлық істеп отқан? Хайп называется, это прокрутка называется, разогрев называется. Өзім білем ғой сен спрос тұрмаймын. Не кіресің сен? Сен конкретно маған неге жауап бермейсің, Инстаграм жауап бермейсің, WhatsApp жауап Өзім білем бермейсің, ғой, жауап бермеймін, трубкаларымды жауап бермеймін. алмайсың. Ана крысиный движение жасадың ана фотомен. Рекқа түсті ма? Түсті. Көп адам көрді ма? Көрді. Енді сен Өзім өзің білем ғой жоқсың. прокруткамен. Қалай Өзің болсын? жоқсың сен. Сен жасайсың ба, ответка түсіресің ба, маған похуй ғой. В смысле, похуй ғой. Прямой в смысле? Бля, адамдар тұрды просто. Аяп тұрмыз айбал. Айт ал, спросын. Не үшін сол үшін әңгіме айтып тұрсың ба?
сол үшін конкретно әңгіме айтып тұрмын. Не нахуй? Не жеріне тиеді Көйлек не нахуй? Көйлек не? Мен намысыма тиді ғой. Сен үстіне реально кигізіп тұрмайын мен сен? Мен түрімді анаққа қойып тұрсың ғой сен, ей. Фотошоп, 21-ші ғасыр қалай раскрутка жасайсың, өзің білесің. Зайбал, тақылма. Тақылма, зайбал, Короче, тұрады шапалағын беретін бар да. Ол берді маған шапалақ, короче, из-под тяжка шапалақ ұрды. Базар жоқ, удары бар. Базар жоқ. Ударын сездім, потому что нежданчик болды да. Вообще қабылдайын деп сезбей тұрдым мен. Енді ол үшін енді алды енді өзінікін, ё-моё. Скоро конференцияда алады ол өзінікін. Конференцияда вообще алады өзінікін, көресіңдер. Конференцияны күтіңдер. Конференцияда мен оған ойбай істеймін. Болды. Болды ма? Өтірік он қақпашы енді. Мен анда шапалағын, ей. Зайбал. Не нахуй? Сен бойға дайындап қоттамын. Бергел нахуй. Не красивый садик? Кесей нахуй. Не мына детский садик болып кетті? В смысле детский садик? Кәдімгідей детский садик. Кәдімгідей детский садик. Детский садик. Бойда көрсет, далада істемеге. Балалармен дайындалып келіп кәдімгідей. Ақ нәрсе алмайсың ғой, Не ақ нәрсе? қағаз ұстамайсың ғой. Ешқашан соны кел қол бер. Давай нахуй. Айттым ғой мен саған? Жігітше, қағаз ұстамайсың ғой, ручканы. Ешқашан десем. Точно ма? Жігітше, мен малолетка ешқашан жазбаймын. Сұсы малолетка. Кәдімгідей кішкентай екенсің, не? Не нарывайся. Кәдімгідей кішкентай екенсің. Не нарывайся да құда. Кәдімгідей. Не нарывайся, бля. Кәдімгідей сен массың ғана, сен тұр, массың ғана. Ей, Ұстама ол, қыз сияқты. Тырнағын не мынау? Тырнағын сен, тырнағын алып жүр. сен точно нахуй жазып жүрмейсің ба? 100% Точно ма? 100% қол Міне алып. нахуй камераны көрсетші. Қол алып ал, ешқашан Сосын жазбаймын. көрсетемін саған. Айтып тұрмын мен сен тек қана салмақпен алып тұрсың сен. Ей, бля. Енді кулашкамен шыққан кезде көреміз сол кезде. Бля, сен. Дайындал сен, конференцияға дайындал. Ұрман нахуй, ей. Ал Сөйлей берме дейсің саған. Ал қолынды. Сөйлей берме деймін Ал саған. қолынды. Сөйлей берме деймін Фу, саған. блядь, тақалмашы. Сөйлей берме деймін. Тақалмашы. Сөйлей берме деймін. Кигіз жүрім кезде. Сөйлей берме деймін. Болды. Став атсың ғой, тағы да сташ. Болды деймін. Тағы да ста. Демал, ары ойна, тағы да. ары ойна. Стасай тағы. Ары ойна. Стасай тағы. Ары ойна деймін, болды. Ары ойна саған. Не мына қыз сияқты тырнап? Сүртін ақ сілекей. Ешқандай. Бізде скоро сәкенмен бой. Бой болады енді. Бой болады бізде. Ол жарайды енді. Бой ол жарайды. Бой болады. Ояқта мен оған көрсетсем, бетін қайттан ботекс қып сайым, сендер маған жазыватсыңдар комментарияда да. Ботекс болады, ара шаққан сияқты болады. Бет сондай болады в общем. Бірақ енді андай тірліктер үшін, ол енді мен жанымда жасаған жоқ қой. Сондай тірліктер үшін енді көшеде ответ беру керек болды. И солай көшеде ответ берді. Содан кейін бірақ тынышталған жоқ әлі. Скоро бізде конференция. Осы видеодан кейін шығуы мүмкін ол. Конференция. Содан кейін бой жасауға енді тырысам. Егер енді сынқап, қорыққамасаң сен, конечно, сәкен. Қорыққамайсың деген үміттемін. Өзің ғой мен шақырған. Өзің мен шақырып отырсың қазір. Бойға, анау мынау весқа қарамаймын деп. Достар, мен вообще шақырған жоқпын оны. Мен весім үлкен, я білем. Мен өз весімді шақырғам. Любой весімді шақырғам. Медиа сферада жүрген боецтардан любой мен весімдегі адаммен шығам. Медиа боецтардан. Мен проф боец емеспін. Профессиональный емеспін. Проф боецтар жазбай қойыңдар. Көп жазды маған проф боецтар. Ана мен вызовынан кейін. Бірақ айтқым келіп тұрғаны мен только медиалармен. Потому что мен өзім әлі проф емеспін. Но потом проф кішкене болып алайын. Сейчас я занимаюсь. Қазір мен тренировка істеп жүрмін. Потом бір жылдан кейін где-то любой проф боецпен шығам. Болды. Осымен осы видеоны аяқтайық да. Сендер болған мен Жақсылық Бақытжан, бұл Зыха Бақытжан арнасы. Каналға тіркеліңдер. Лайк басып, комментарий жазыңдар. Комментарияға мына өз ойларыңды, ответтеріңді беріңдер. Мен коммуникация істеймін сендермен. Сен көрермен, мен сенімен сөйлесем. Мен сенің мненияңды естимін, тыңдаймын, прислушиваться етем. Так что сендердің мненияларым жай қалмайды, сендердің сөздерің жай қалмайды. Мен оны қабылдаймын өзіме, естимін, тыңдаймын. Кәдімгідей адам секілді сөйлесеміз. Осымен видео соңына жетті. Рахмет көргендеріне. Сәкен, сен стан. Егер тағы да бірдеңке жасайтын болсан, оны сен нормально қылып жаса, нормально менің көзімше жаса. Мені сұрап или. А егер андай крысиный, өтірік, там оскорблять етіп, личностьқа кететін нәрселер жасасаң, ол үшін сен басқаша жауап бересің. Сендерім болған, мен Жақсылық Бақытжан. Скоро кездесеміз.